Солтүстік Қазақстан облысы, Ақайын ауданы, Смирнов мектеп гимназиясы, Романенко Анастасия, 8-ші сынып оқушысы. Абай 6-ші қара сөзі. Қазақтың бір мақалы, өнер ауды бірлік, үріс ауды түрлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік аты ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын көрмей істеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға, бірлік малға, бірлік емес. Мұнда біріп отырсан, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданы бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басылысы. Ағайын алмай бірлік қоса керек сөнді. Әркім несіпсін күдәден тілейді, айтпесі күдәден тілемейді, шаруа іздемейді. Әуле біріне бірі пали іздейді. Не тусын, не ажарын, не оқпесын бұлдап. Ол болмаса, бір пали салып, қорғалатты пайтеор, бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Іріс алды бірлік дейді. Ол қай бірлік? Ол осы жан кеуденен шықпақындық па? Жоқ, ондай бірлік етеде бар. Ондай бірлікті қымбат көріп болғанда адам өлімді жау көріп ахиретке дұшпан болады. Ол айтқан бірлік, олар емес. Адал, еңбекпен ерінбей, жүріп мал табуға жере қыла алмайсың.